Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі біздің тақырыбымыз намаз оқымайтын адам Рамазан оразасын ұстаса бола ма? Әрине, шын мәнінде намаз оқымайтын адам Рамазан оразасын ұстай алады. Алайда барлық адамдардың білуі керек мына бір мәселе бар. Құл не? Раббысының құзырына шыққан кезде ең бірінші намаз деген ғибадаттан сұралады. Бұған бір мысалы бір адам имтихан тапсыратын болса, ең біріншіне қазақ тілінен, содан кейін тарих пәнінен тапсыратын болса, бұл адам ең бірінші барлық күш-жігерін қазақ тіліне береді, яғни қазақ тіліне дайындалады екен. Сол секілді де әрбір мұсылман Раббысының құзырына барған кезде намаз үшін ең бірінші жауап беретін болғандықтан намазына күш-жігерінің барлығын төгу керек. Сондықтан да біздің айтарымыз, егер де бір мұсылман тек қана Рамазан оразасын ұстап жүрген болатын болса, бұл кісі тездетіп 5 уақыт намазын бастасын. Вальхамдулиллахи раббил аламин.